зерттеуден кейін әрбір үйде мысық болуы тиіс деген қорытындыға келген. Мысықтың пырылы жануарға тән жай ғана дыбыс дерсіз, бірақ оның түрлі дертке ем екенін біреу білсе, біреу білмес. Америка ғалымдарының айтуы бойынша бұл пырыл мынадай ауруларға шипа көрінеді. Сынған сүйектердің бітіп кетуіне көмектеседі және сүйекті қатайта түседі. Адамның жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Сондай-ақ мысықтың пырылдаған дыбысы мидың және жүрек қан айналымды жақсартады. Гастрит, асқазандағы тасты жойып, тұмау, ұйқысыздық ауруларын емдейді. Ішімдік пен нашақорлыққа деген тәуелділікті сейілтеді. Мысықтың тырнақтары ине терапиясының орнына жүретін көрінеді. Ел арасында мысық қай жеріңе жақындаса, сол жерің ауырады деген сөз бар. Мысық үйдің ең жайлы жеріне жатады. Шет елде жаңа қонысқа көшкенде бірінші мысықты кіргізетін дәстүр бар. Мысықты жақсы көретін жандар мысық асыраса, оның денсаулыққа пайдасы орасан зор екен. Жүрек талмасына шалдыққан науқас мысықты бірнеше минут сипаса, оның қан қысымы қалпына келеді. Мысық шаршағанды басып, күйзелістен арылуға көмектеседі. Мысық үйдегі жағымсыз энергиямен күресіп, үйдің атмосферасын тазартады. Қара түсті мысық өзге мысықтарға қарағанда адам бойындағы жағымсыз энергияны өзіне көбірек сіңіріп алады. Ал ақ түсті мысық адамның жүйке жүйесіне оң әсерін тигізеді. Мысықтың мауығу кезінде шығаратын дыбысы науқасты ультрадыбыспен емдеумен бірдей. Мысықтың дыбысы жараның жазылып, сүйектің өсіп жетілуіне әсер етеді. Жалғыз ілікті жандар үшін мысық таптырмас ермек. Мысық қожайынына қажет екенін сезсе, оған адал дос бола біледі. Сүйкімді мысықтың суретіне қарап отыру жүйкеге тыныштық сыйлайды. Мысық сіздің қай жеріңізге шығып жайғасса, сол жеріңіздің сыр бергені. Егер беліңізді айналсоқтаса, бүйрегіңіз ауырады. Мысық басыңызға жатса, ол гипертония немесе бас ауруының белгісі. Егер мысық сол жақ жауырынға немесе иыққа жатса, онда жүрегіңіздің жұмысында ауытқу бар дегені. Мысық адамның өзіне деген махаббатын, мейірімін сезсе ғана емдеу ісіне кіріседі. Оны жақсы көріп сипасаңыз, біраз аурудан арыласыз. Мысықты емдеуге күштеп көндіру мүмкін емес. Өмір бойы үйінде мысық ұстаған адамдар мысық асырамайтын адамдарға қарағанда 10 жыл артық өмір сүретіні дәлелденген. Ал ислам тарихында мысықтардың пырылдағаны Аллаға зікір айтуы деген түсінік бар. Алланың үйі мешітке кіруге рұқсат етілген жалғыз жануар ол мысық. Алла елшісінің Муиза есімді аппақ мысығы болған деседі. Оны жақсы көргені соншалық, орнынан тұрарда шапанының етегінде ұйықтап қалған мысықты оятып алмау үшін киімін қиып тастаған. Бірде мысықты ұшақпен 170 шақырым қашықтықта тұратын жаңа иесіне жіберген. 11 күн өткеннен кейін ол бұрынғы иесіне қайта оралған. Мысық өзі көрмеген, өзі жүріп көрмеген ортадан жол тауып кері қайта білетін қасиеті бар. Бірқатар халық емшілердің баяндауынша, айтып өткенімдей, мысық иесінің қай жері ауырса, сол жерге барып жататын көрінеді. Және де мысықтардың кейбірі иесінің ауырған жерін ақырын тырналап емдесе, екіншілері олай массаж жасамай-ақ, сол жерде жатқан күйі оған бойындағы қуатымен әсер етіп шипасын сыйлайды екен. Сенеріңді де, сенбесіңді де білмейсің. Тек біздің бір білетініміз, бұрындары халық емшілерінің мысық бойындағы шипагерлік қасиетті жақсы біліп, оны іс тәжірибеде пайдаланған. Қазіргі медицинада анимал терапияның бар екені, бұл саланың жылдан жылға дамып келе жатқаны мысықтың емдік қасиетіне басты дәлелдердің бірі. Бұл жөніндегі ой-пікірлерге назар аударсақ, мысық иесінің ауырған жерін дәл табатын энергетикалық ақпараттық құрал іспеттес. Өйткені адамның ауырған жерінің энергетикасы өзгереді де, осы өзгерісті мысық бірден сезеді. Тағы бір таңғаларлық ой-пікір, мысықтың биоөрісі жүректің жұмысын қалпына келтіреді. Қан қысымды реттейді, бас ауруын жазады. Ол үшін мысыққа жақын болып, оны бір мезет сипап қою қажет. Ол адам бойындағы теріс қуаттарды сүзіп алады. Аниматерапевттердің дәлелдеуінше, мысықтың пыр-пыр еткен үнінің өзі адамдарға шипалы. Мысықтың мияулаған дауысы 20-25 герцке дейін жететін дыбыс толқындары болғандықтан,
Бұл мөлшердегі дыбыс диапазоны адам жарақатының тез жазылып кетуіне, сынған сүйектің тез бітуіне өте жақсы әсер етеді. Ол тіпті ағзаның иммунитеттік жүйесін күшейтіп, адам өмірін ұзартатын болып шықты. Сондай-ақ мысықтың мамық терісін бірнеше минут сипасаң, инфаркт, инсульт алу қаупін азайтатын көрінеді. Себебі мысықты сипау әлсіз тоқ арқылы электростатистикалық әсер ету деген сөз. Бұл нағыз физиотерапия.